Сол 20 ғасырдың басында қазақ әдебиетінің ең жарқын тұлғасы ол Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Ақын, шежіреші, тарихшы, этнограф, өлкетанушы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының мұрасы ұшан теңіз. Тәуелсіздік жылдарында ақынның толық шығармалары жинағы бірнеше рет жарық көрді. 10 том боп, 20 том боп дегендей. Кейбір мәшһүртанушылардың айтуынша, және Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының ұрпақтарының айтуынша, әлі де баспа жүзін көрмеген шығармалары бар көрінеді. Ол алдағы уақытта бұл шығармалар жарық көреді деген ойдамыз. Енді Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының шығармаларының бір парасы қазақ хандығында үлкен орны бар 300-дің басын қосқан Абылай хан туралы деректері. Бізге негізінен Абылай хан туралы деректері екі түрлі жолмен жеткен. Біреуі жазбаша, Абылай ханның көрші елдерге жазған хаттары деген секілді. Ал екіншісі біздің ауызекі түрде жеткен Абылай хан туралы естеліктері, Абылай хан туралы аңыз әңгімелер деген секілді. Енді Абылай хан туралы алғаш мақаланы Шоқан Уәлиханов жазса, кейінгі мынау алашордашылар, кейінгі мынау шежіретанушылар, этнографтар Абылай хан туралы ел аузындағы әңгімелерді жинап, хатқа түсіріп, 20 ғасырдың басындағы алашордашылар оны газет журналдарға жариялап, Абылай тану саласына үлкен үлес қосты. Ал осы ретте Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының орны ерекше. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы осы Абылай ханның жорықтары туралы, Абылай ханның түсі туралы, Абылай ханның айналасындағы тұлғалармен қарым-қатынасы туралы, Абылай ханның кеңесшісі әрі ақын жырауы болған Бұхар жырау туралы да, Бұхар жыраудың өлеңдерін осы біздің Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы жеткізген. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының шығармалары көбі өз қолымен хатқа түскен, және оның қолжазбалары мынау ұрпақтарының жетекшілігімен осы Алматы қаласындағы ғылым ордасының орталық ғылыми кітапханасының сирек қорында сақталған. Біз Абылай хан туралы, Абылай ханның жорықтары туралы, Абылай ханның сол замандағы стратегиялық түрлі ұстанымдарын, Абылай ханның сөздерін, нақыл сөздерін, сол заманның тыныс-тіршілігін біз сол Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының шығармаларынан, қолжазбалары арқылы таныса аламыз. Ал осы қолжазбалармен танысқысы келген адам осы біздің орталық ғылыми кітапхананың қорынан таба алады. Сондықтан Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының осы Абылай хан танудағы орны ерекше. 300-дің басын қосқан Абылай ханымызды терең тану мақсатында біз оқырмандарымызға осы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының шығармаларын оқуға кеңес береміз. Мәшһүр Жүсіптің 20 томдығында, 10 томдығында осы біздің тарихи тұлғаларымызға қатысты, қазақ тарихына қатысты, қазақтың салт дәстүріне қатысты, жалпы қазақтың ұлттық, мәдени, рухани дүниетанымына қатысты мол мағлұматтар бар. Мәшһүр Жүсіпті оқиық, Абылай хан секілді бабаларымызды, тұлғаларымызды тани берейік дегім келеді.